Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай кремі бар, алмалы, өте дәмді пирог жасаймыз. Өте оңай, тез жасалады. Оны жасау үшін ең алдымен біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған майымызға қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Кейін оған 4 жұмыртқамызды қосып, тағы да бір келкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Әбден барлығын араластырғаннан кейін бетіне ұнымызды, разрыхителімізді қосып, жақсылап тұрып, қоймалжың қамыр пайда болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Видеодағыдай осылай қамырын дайындап алғаннан кейін кремін дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қантымызды, жұмыртқамызды, крахмал кукурузын қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін барлығын араластырғаннан кейін формаға жинайтын боламыз. Егер де сіздің формаңыз менің пісірген формам секілді кішірек болатын болса, онда сіздер описанияда жазылған ингредиенттен 2 есе аз аласыздар. Егер де менің формамдыкінен де үлкендеу және де биіктеу болатын болса, онда описаниядағы рецептпен жасай берсеңіздер болады. Егер де формочкаңыз тура осындай болса, 2 есе азбен жасасаңыз дәл болады. Өйткені описанияда рецептпен жасасаңыз кішкене көп болып кетуі мүмкін, яғни асып кетуі мүмкін. Біз енді пирогымызды жинасақ, бірінші қамырымызды, кейін осындай алмаларымызды салып шығамыз қамырдың үстіне, және де жаңағы кремімізді құйып 180 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Пирогымыз дайын болады. Осындай өте дәмді, өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.